Құрметті ағалар, көптің сұрауы бойынша сіздерге қайым айтыс ойын ойнатсақ. Қазіргі заман ағымына сай, біріңіз қазір ішіп отырған қымыз, біріңіз кола болып айтыссаңыздар. Ол жағын енді өздерің шешесіздер, кім кола, кім қымыз. Ал ендеше сәттілік тілейік, қошеметтеп отырыңыздар. Айтыссам маңдай терім төгіліп тұр, ағайын шапалақтан ерініп тұр. Айтыстың қызығы енді келді, сүбесі қара сөздің сөгіліп тұр. Айналайын қарындасым әуре болма, екі ақын тақырыпқа беріліп тұр. Кімнің қымыз, кімнің кола екені киген киімінен көрініп тұр. Бұл жерге ағайын туыс нөпір келіп, айтыста айызғанып отыр көріп. Мен өзім қазақи киім кидім, сондықтан қымыз сияқты өтім дедік. Сен болсаң костюммен келе қалдың, саған бұлай киін деп өтінбедік. Айналайын бұл жерге қайдан келдің, газдалған кола секілдені бар. Ағайын әзіл сөзді аңсадыңдар, жердің проблемасынан шаршадыңдар. Ал енді қайым айтыс басталуда, не айтады деп қарап отыр қанша мұлдар. Өзің қымыз кола деп үрістемді, ал енді дәмін татып тамсаныңдар. Қымыз болсаң қымыз бол айналайын, сенімен айтысуды аңсадым дәл. Қазақтың ұлттық асы нарғымызды осындай құрметпенен қарсы алыңдар. Қымызбен айтсам деп келіп тұрған 30-дағы коланы қарсаңдар. Рүстем деген атымды айналдырдау колаға, шап кола деп қоядау болай деуге болама. Баяғыда бір мақал бар, айта берсін онаға, ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Ал бүгін сон мәтелді, өзгертіп алдық жағала. Айналайын ағайын, мағынасы майысқан мәтелдерге қарама. Бүгінгі мәтел бойынша ананың көңілі балада, баланың көңілі колада. Аққымызым аққымыздай ас бар ма, саумал боп тұрар ақтаңда. Мен бүгін кола болсам да, болардай мені мақтауға. Қай бір тойға барсаң да, қай ресторанға барсаң да, менюда біздер тұрамыз, заказын беріп жатқанда. Сен қанша қымыз болсаң да, анда-санда ішіліп, тұрасын тосып астауға. Мен миллиондап өтесің, сен 1000 теңгелеп өтесің, коланың алдында қымызым мықтымын деп шаттанбау ай. Ай, бәрібір бидон жаққа апарады, түбі бұл миллионер деген аталады. Коланың азабын мен айтайын, жүрегімде
жыр шумағы маталады. Қымыз ішкен адамдар ойланбастан қырға шығып дем алып жаталады. Ал енді коланы күнді ішкендер түбінде сол кола мола жаққа апарады. Хазірет саған жауап айталады, шырқасын бұл қымыздың байтақ әні. Дейсің бе той біткенде мен жүремін, сен біткенде дейсің бе той тарады. Қуырдақтың көкесінен бесеу болса, коланы қымыз әлі қайтарады. Коланың литрі 120 теңге, ол өзі құтысында шайқалады. Ал қымыздың литрі 500 дейді, көңілім оған менің жай табады. Осы айтыста кімнің ұтып, кімнің ұтылатынын бірден-ақ бағасынан байқалады. Ау қымыз мен аяқтан шалып жатыр. Барлық қонақ қымыз жақ болып жатыр. Өздері konuşmayın адамымыздар тек қымыз алақан соғып жатыр. Кімнің не үшін жүргенін білеміз ғой. Ол нәрсе іштерінде толып жатыр. Қуырдақтың келген соң көкесіне тек ұлттық әңгімелер өріп жатыр. 500 теңге тұрамын деп айтасың ба? Оның қызығын кімдер көріп жатыр. 500 теңгеге бұл қазақ қымыз алмай, орнына 5 кола алып жатыр. Ауқымыздан жеңілмейін қара басып, келемін қадамымды дара басып. Сен қымыз болған кезде мен кола боп, отырмыз біз айтысып, жағаласып. Мынау елдің іштерін ауыртпайық, екеуміз бір құтыда араласып Ау білеміз бұл жалғанда тез өтеді, біреудің сүйегіне сөз өтеді. Қымыз аман болсыншы, кола аман. Өйткенің бәрінің де кез өтеді. Әйтеуір аман сәлем дұрыс болсын. Мұның дұрыс жақсы бір сөз екені. Мұхтар досым айтатын бір мәтел бар. Ақиқат сол айтылар кез екені. Насыбайдың кайфындай қыс көмірде нормальный сыйласқанға не жетеді ай. Айтысты аяқтадың базын алап, қар өлеңді жиған жансың қазын алап. Қанша жерден рекламаңды жасасаң да, қымыз кола менен спрайт жаныма жат. Кола емес қымызды таңдап алат, құндылығы жоғалмаған әлі қазақ. Содан кейін коламен ауыратын жерлерін қымызбенен жазып алады. Қымыздың айтылды ғой тобасы да, сөзінің тәубә қосып арасына. Айтысты тілекпенен түйіндейін, жатқандай жасыл жайлау жағасына. Кола бол дегеннен соң болғаның ғой, қымыздың не жетеді ол сабасына. Бұл айтыста кол емес қымыз жеңсін, Рүстемнің бар емес пе санасы да. 1-2 жылда запрет қойылсыншы ақыштың пепсиі мен коласына. Осындай халалғымыз аман болсын, коланың бат оқитын боласына.